ортада қолөнер бұйымдары деген крытый сувенирный базар. Артында көлденең тұрған, арт жағында осы университет студенттерінің жатақханасы. Алдымызда золотой шар көріп тұрсыздар ғой. Асты ұя болып өріледі, үсті самұрықтың жұмыртқасы, алтын самұрық деп аталады. Ішінде 8-ді летающий кинотеатр бар. Сол жағында керуен деп жазып, сиқырлы керуен, іші полный детский аттракцион. Сол жағымызда Шымкент қаласы салып берген Аль-Фараби атындағы кітапхана. Мынау жаңағы золотой шардан ары қарай уже визит-центр караван сарай басталады. Сап жересің ғой, саған айтып отыр Алжан. Караван сарай бұл жақты ішінде кіргізбейтіні машинаның бәрі мына жерде тұратынышы. Китап Падманжи деген кісі 10 жылға 2030-ға шейін арендаға алып 87 миллиард теңгемен инвестиция салып өзі алған. Сол себепті ояққа гостиничный машиналарды кіргізбейді. Өзінің жоқ, мынандай экскурсионный кіргізбейді, тек қана өзінің қонақ үйіне тоқтаған гостиничный машиналар ғана жүреді. Жаяу кіре береді, просто анандай машина кірмейді. 87 миллиард теңге инвестиция құйған ғой.